Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай әрі тез дайындалатын 10 минутта жұмсаратын еттің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен осылай етімізді видеода көрсетілгендей, кесек-кесек деп айтамыз ғой, солай бөліп аламыз. Сонан соң өзіңізге ыңғайлы етіп қойып, өте жұмсақ, жұқа қылып турап шығамыз. Етімізді жақсылап жуып алып, барлық суын сығып тастаймыз. Сонан кейін барып үстінен осылай өзіңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. Мен етке арналған дәмдеуіш, тұз, кристаллик ет тұзын және де бұрыш салдым. Сонан соң соевый соус құямыз және крахмал саламыз. Крахмал 2 ас қасық саламыз. Мейлі картофельні болсын, мейлі кукурузны болсын, бола береді. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осы мариновать етілген етімізді жоқ дегенде жарты сағатқа қойып қоямыз. Осылай кастрюльге ыдысымызға суымызды қайнатып аламыз. Суға ештеңке салмаймыз. Жаңағы мариновать етілген еттерімізді салып шығамыз. Міне осылай бетінде көбігі пайда болғанда, қайнаған кезде бар жоғы 7-5 минутта қайнап шығады. Содан кейін барып осылай етімізді сүзіп аламыз. Қазанымызға май құйып, пияз саламыз. Пиязды енді қызарып келе жатыр делген кезінен бастап етімізді саламыз. Жаңағы дайын болған етті салып, осылай араластырып шығамыз. Өзіңіз қалаған дәмдеуіштеріңізді қайта салсаңыздар болады, өйткені су өзіне тартып алады. Паприка, кристаллики және де кішкене тұз салдым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сонан соң соевый соус құямыз. Қақпағын жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Міне бізде етіміз дайын. Үстінен өзіңіз қалаған көк шөптеріңізді қоссаңыздар болады. Менде кинза өте жақсы дәм береді. Негізінде кеңес етемін. Өзіңіз қалаған гарнирді ұсынсаңыз болады. Тіпті болмаса еттің өзін ғана солай жесеңіз болады. Міне менде гарнирді күріш және осындай картошка деревянский дейміз ғой. Осындай мен ұсындым. Баршаңыз жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Тіркеліңіз.